эндокринология бойынша бір ақпаратты айтып кетейін. Щитовидный железаны алып тасталғаннан соң хирургиялық жолмен, яғни операциямен ол өмір бойы эутирокс препаратын қабылдау керек. Себебі ол уже қалқанша безі гормон өндірмейді, сондықтан орын басушы терапия ретінде эутирокс препаратын өмір бойы қабылдау керек. Оның дозасын пациенттің жағдайына байланысты дәрігер өзі тағайындайтын болады. Және де бізде щитовидный железаның қасында паращитовидная железа деген бар, қалқанша маны безі. Ол бізде парадгормон өндіреді, кальцийдің алмасуына қатысады, фосфордың алмасуына қатысады. Сондықтан да біз не істейміз? Тоже кальций препараттарын қабылдау керек, және де қосымша Д витамин, магний қабылдау керек. Себебі кальцийдің сіңуіне бізде Д витамині қатысады, Д витаминге магний тоже көмектеседі. Сондықтан да бұның барлығын анализбен реттеп қабылдап отыру керек. Яғни кальцийді көбінесе 3 ай ішіп, бір анализ тапсырып көріп, солай бақылап отыру керек. Тоже анализ тапсырғанда фосфордың деңгейін қарау керек, кальций қарау керек, ПТГ, яғни парадгормонның деңгейін, Д витаминдікін қарап отырған жөн. Сол өмір бойы ішу керек, оны тастап кетуге болмайды.